Ал достар, күнде бір уайым ұйықтар алдында 20 отбасыға 20 үй әпере алам ба, арманым орындала ма білмеймін. Жақында бастайым, әзірге 6 миллион жиналып тұр. Ақша көп керек. Сіздерден қолдау күтем. Дайынсыңдар ма потолок қайырма жасауға? Күндеріңіз сәтті өтсін, қайырлы күн. Мынаны неге киіп алғам десе, пайдасы да жоқ. Пайдасы бар екен, ренжімеңіздер. Шаш шумағам, сосын барып киіп алғам. Ал күндеріңіз сәтті өтсін. Ана бүйтіп қыз демей қалай басшағыз? Жоқ, бүйтіп ойлады. Ана қыз маған бүйтетті, бүйтетті. Ана қыз маған бүйтетті, мына қыз маған сүйдетті. Маған не? Сен бүт болсын. Мүмкін? Аладас! Аладас! Қайырлы күн! Бүгін неге ерте тұрдым? Досым! Қайырлы күн! Бүгінгі күндеріңізде сәттілік, әрқашан күліп жүруді ұмытпа. Түнгі сағат 3. Ұйқыдан тұрсам, бетім бәрі осындай, шашым осындай. Все, дайын. Бастайын. Блогер Алишер Акан. Я хотел бы вызвать его на баттл. Я ему пишу, почему-то он не отвечает, может быть, не видит. Дайте. Дайректті қарап отсам, дубайлық бір миллионер мені баттлға шақырып жатыр екен. Не істейміз дерсікалар? Қабылдаймыз ба? Ал өзің бастадың. Бірінші задания саған. Көрдік, машиналарын көп екен. Ламборджинидің үстінен жүріп келатқан кезде былай секіріп өтесің. Еркексің ба? Орында. Чуть-чуть страшно. Что, в принципе, я думаю, легко будет. Это ламба, а Винтодор. Я это сделаю. Разбуди со льдом. Екінші тапсырма, осыны орындайсың ба, орындамайсың ба көрейік. Араб елінде ұрлық жасаған ең үлкен жаза қолданады. Магазинге кіресің, бір затты ұрлайсың, бірақ артынша кешірім сұрауды ұмытпа. Удачи ал. Қайырлы күн достар. Азынан бері шынымды айтайын ұйықтадық. Жаңа ғана босадық. Ұйықтадық болғанда сағат 11-лер кешін ұйықтадық. Одан кейін барып кішкене тірлік болсам бітіріп, қазір тамақ ішуге келдік. Заказ бер. Снежись. А? Снежись. Тамақ жеймін. Окрошка. Окрошка емес. Достар, в общем, өлең уже дайын болып жатыр. Жайлап, жай қойып қояйын. Одан кейін барып, алдындағы конкурстың жауабы сіздерге, в общем, кешке прямой эфир болады. Оған дейін барлық достарыма кіріңіздер дағына, лайк басып шықсаңыздар болады. Кешке прямой эфирге чтобы дайын отырышты. Кешке ақшаларды, сыйлықтарды, бір телефон, 2 AirPods бар. Және де ақшалай сыйлықтарым бар. Кешке күтіңіздер, в общем, сағат 9:10-да кіретін боламын. Зарбаттан жаңа келдік. Қыздармен прямой эфирді өткізіп тастапты. Кім ұтты Шымкенттегі? Құтты болсын, бәрі әділ өтті. Құтты болсын, келін, мынандай дәу келін толды. Ақтау Астана қонақтары. Ислам, привет. Привет.
Қазір ой жаным, Жасық, Алиш бүгін вообще стористардан көрінбеді, ешкімнен. Мен білмеймін, сендерді түсірмей болдым. Мен өзімнің жеке басының тірліктерімен жүрмін бүгін. Қандай тірлік? Айтпайсың ғой. Қайда жүрсің? Неге жоқсың біздің ортамыздан кетіп бардың сен что-то? Келем балам күтші. Жақында үйленейін деп жатсың ба не сен? Үйленеді деген әңгіме келді ғой. Жениться собирается. Скоро қыздар. Ғабит, қалайсың? Сендер үшеуің бар ғой, по-любому красавчиксыңдар, соскасыңдар. Мен саған, вот, именно саған қыз табам. По-любому, короче. Соны біліп жүр, түсіндің ғой, да? Сегодня моя соска мокрая. Еще қараңыздаршы, жаңбырдың өзі әдемі түседі ғой мынаның үстіне ше. Прям білмеймін. Бүгін дарын қалада ғой, короче, ё-моё, короче, бүгін бәріміз инфинити, шминфинити ғой, короче, ё-моё. Однокомнатный квартира. Қайда жоқ болып кеттің? Білем, бір күн бойы история саламадым. Сіздерден тоқтаусыз келіп жатқан сообщениелер. Сол бір күннің ішінде мен бірдеңені түсіндім. Сіздердің маған деген махаббаттарыңызды. Рахмет жаным. Қайырлы күн, ladies and gentlemen деп амандаспаймыз ғой. Амандасуды ұмытып қаппыз ғой бір. Все, міне. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, жаным әшейін. Привет, девчонки. Осы дауысты сағындыңыздар ма? Сіздердің ерке ұлдарыңыз қайта оралды. Кешіш оят жүрген. Вот, ребята, я сейчас собираюсь алдыңғы конкурстан ұтқан жиенім пазардың подаркасын салуға. Маған бүгін інім көмектесетін болады, жаным. Родной, інім көмектеседі бүгін. Алына великті барлығын аман есен жеңімпаздарға тапсыру керек. Уәде. Кешіш байқамай қалдым. Великтің өзін салу біраз жұмыс болайын еді. Но жаным әшіндерге аман есен салып жүрген. Қырсық қой осындай бар ма? Мен почтаға мынаны зорға алып келсем, бұнда үлкен заттарды алмаймыз дейді ғой енді. Мынау майда подаркаларды салам да енді жіберем. Сен пока тұра тұр осы жерде, ешкім тиіспесін саған. Әйтеуір бір амалын тауып аласың, ұлтап тастайсың. Все, подаркалар кетіп бара жатыр. Конкурстарыма қатысып жүріңіздер, сіздер де осылай подарка ұтып аласыздар. Велигім тұрма өзі, тұр екен ғой деп. Енді бұны не істеймін деп ойлап тұрмын мен ше. Қазір қайттан такси шақырсам, қайттан таксиге сыймай айдап кете берсем ба деп қоям, бірақ үй жақ білмей тұрмын. Все, мен онда үйге қарай жол тарттым. Сегодня я на этой соске буду домой ехать па, что там, қалай өзі. Балон бәрін тексертіп алдым, геометрия бәрі нормально, шетін суымды алып алдым, жолға дайынсың ғой, короче. Ал, ақ жол тиеп қойыңдар. Вот, по дороге своих братьев встретил. Ты куда, родной? Родной, если что, бірге барайық деп айтайын деген ғой. Суымда бітіп қалды, ё-моё, қаладасың ғой. Блин, не знаю, что делать, короче, вот, машина не заводится, вот, можете меня довести до дома, дейтін қыздар болады ғой, ше, бүйтіп сызылып, бүйтіп капотын ашып қойып, бүйтіп, такси тоқтатып тұратын ше. Кеттім мен, короче, сапарына мен ана. Братан, там менты, прикинь, братан, не смотри, только не смотри на них, братан. Жігіттер түсінеді. Как всегда бірдеңені бүлдірем де жүрмін ше. Ерболат бүлдір, кешіріңдерші. Сейчас исправим. Қазір бит тұрап, бит жүрсең жиналып кетсе ғой шіркін. Қонаққа келіп қират тастау деген бар ма еді? Мен қиратам ба жүрмін? Немес қылысты? Кім істеген? Дары ма? Сен дары істеген. Давай. Все. Миссия выполнена. Обиды нету, да? Все нормально? Дәл қазір бізде прямой эфир барысы таймерді қойып қойдық. Подписки бізде тіркелген адамдардың ішінен жеңімпазды анықтау үстіндеміз. Телекті дәл қазір ойнататын боламыз. Қазір прямой эфир жүріп жатыр мына жақта. Прямой эфир. Сізбен біз болып әділдігін анықтау үшін достарымыз жиналды. Қазір карантин уақытына байланысты артық адам жиналып болмайтынын білесіздер. Тек достарымыз келді. Машинаны кім ұтса да тек керек жанға берсін деп тілеймін. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
құтты болсын, келем бар екен. Иба талпа жиналып барды. Қай жақтысың? Егі сила! Қай жақтансың? Мен жігідем. Сен тау Түркістан. Енді Қытайдың Қай жақтысың? Where are you from? Қытай тамақтанамыз. Қалай тынысымыз, қазір құштарлы жұмысымыз, режим өзіміз. Давайте, сау болыңыздар, достар. Бітті. Шымкент қаласының 96 жылғы ер баласы қалды. Ертең бұйырса келеді, Шымкент жақын. Бірге сіздермен бірге таныстайтын боламыз. Стористе болыңыздар. Бұйырса ертең келеді, сториста болыңыздар, барлық отчет салатын боламыз. Мына жақта Астанадан келген қонақтарымыз бар. Астаналықтар, достарымыз. Қош келдіңдер. Бәріміз жиналып қалдық. Алматының ауа райына таңғаламын. Күн шығып тұр, бірақ жаңбыр жауып. Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Я мойындаймыз, бүгін ұйқымыздан кеш тұрды. Қаншама күнгі уайым, стресс, қобалжудың бәрі бүгін шығып бір жеңілдеп от души алды. Қаншама күннен бері дұрыс ұйықтамай едік. Керекті туылған бала Қарағандыда жұмыс жасайды деп айттым. Жолға шығыпты, кеше түнде шығып кетті. 100 километр бар дейді жетуіне. Ертең бұйырса оформить ететін боламыз. Стористе болыңыздар. Негізі жалпы кез келген жұмыстың оңай жоқ, қызығы мен қиындығы шыжығы қатар жүреді. Бірақ бір түсінгенім, өз ісіңді сүйіп жасасаң, қиындығына да шаршағанына да вообще қарамайды екенсің. Сол үшін достар, өз сүйікті істеріңізді тауып, сонымен ғана айналысыңыздар. Қайырлы күн, пантералар. Көп сторис салмаймын. Неге? Өйткені мені сағынғандарыңды қалаймын. Дубайдасың ғой, короче. Мен сторисімді осылай қарап тұрсаңдар, Дубайдағыдай демаласыңдар. Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Негізі ұйқыдаман отырғам, бірақ енді ғана сторис салып жатырмын. Таңертең ұйықтап жатқан кезде посылка келіп тастаған маған Қазпочтадан, соны бірге ашып көрейік. Давайте, мынандай коробка келген. Енді көреміз. Кешегі сіздер түнде сұраған тканевый маскалар. Каналға төгіліп қалған. Егер де араларыңызда білетіндер болса, мен осындай скраб пайдаланамын. Сода деген қазір. Мынаның түрі мынандай ғой, ал мен пайдаланатын түрі міне осындай болады. Мен пайдаланатын түрі енді новыйдан мынандай түрін көрейін дедім. Бұл сыйлық. Мен айтқан болатын, кеше бетіме жиробектер көп болып кетті. Мынау деп. Сол енді новашқа алып, пайдаланып көрейін дедім. Егер араларыңызда осындай пайдаланатындар болса, осы туралы кішкене отзыв жазып кетсеңіздер осында. Енді қазір кішкене түрі андай болып тұр, потому что почтадан артып кеткен ғой. Все, Братва, түнгі сағат 3, бірақ мен үшін ерекше күн. Короче, кетіп баратым. Аэропортқа келдім. Братва, мен өзімнің туған ағамдай, танитындар бар, танымайтындар бар. 2 жыл бойы көрмеген, Кореяда жұмыста болған едім. Ал бүгін қайтып келейін деп жатыр. Күтіп алуға келдім. Әлі күтіп отырмын. Адам қамайға. Ағам бар менің, арқа сүйе еркелейтін ағам бар менің. Алға қарай жетелейтін ағам бар менің. Алтындарда тең келмейтін ағам бар менің. Ақылшым маған, қолда барын бөліп.
Ассалаумағалейкум, братва. Біз бастаймыз. Бастап қойдым ай. Иә, бастап қойдық. Вот камера болса кәдімгі ыңғайсыз екен, иә? Ассалаумағалейкум, братва деп. Бір-бірлермен бір-бірлермен таныстырып жіберейін. Ақтілек мен ағам. Ана братва. Ассалаумағалейкум. Короче, үйретіп жатырмын. Нормально үйретіп. Сол, братва, күндеріңіз сәтті өтсін. Біз қалаға шықтық. Қайырлы күн, короче. Короче, братва, Кореяда қалай екен білмеймін. Бірақ тоте Қазақстанда үйді оттайды. Осындай машинада үйстіп отыру керек. Ей! Мына жерде крузиям тұр. Акулам қалай, акулам? Деріске жүреді ғой. Қалай, айдап келді. Қалай? Керек па? Братва, не істейміз? Акуланы береміз ба? Акуланы бәрі іздеп кетіп еді. Акула. Ал, Ақтілек акуламен бір қаланы айлап келем дейді ғой. Қысы, абайлап жүр. Абайлап жүр. Далада шөлдеген қара бала, ешкім жоқ жанында қойлар ғана. Ән салып айқайлап жоғарыға, елестетеді өзін сахын. Бүгін Infinity, дарын. Кет аяққа, ашшы. Салыстырайық. Мынандай екен, іші осындай кең. Дәл Nissan Patrol'дың іші. Это ескісіңгіндей. Но қоңыр салон цвет дерске. Арты дәмекіндей 6 орындық. Андай жоқ қойне. Мекіндей. Мен бір плюсы 7 секундта барады кен 100-ге. 7-те бір нәрседе. Но. Лучше. Кадиллак. Өйткені 6 бір нәрсе секундта. Менде бәрі жақсы дегенмен, көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай, ел жүретеді сол бейнең. Менде бәрі жақсы дегенмен, көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай,